Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Thumma amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala осы отырысымызды берекелі, хайырлы мәжіліс отырысынан болып нәсіп етсін. Алла субханала тағала осы білімге деген ниетімізді қабыл алып, баршамыз пайдалы білім алып, алған білімімізге амал етуімізде иншалла баршамыз Алла нәсіп етсін иншалла. Құрметті бауырлар, ең аман, жұрт тыныш, осындай бір кең байқат елімізде, жерімізде, Аллаға шүкір, соның ішінде Алланың жақсы көретін мешітінде бас қосып отырмыз. Мен қарап отырсам, өткен жылы дәл бір жыл алдым, мен осы жерде болдым. Бір жыл алдым болған екен. Аллаға шүкір, Алла амандығын беріп, биыл және сіздермен осы жерде жүздесу нәсіп болған. Жаңа қарап отырмын, ойландым. Осы бір жылдың ішінде көптеген кісілер әлемнен өтіп кетті, көптеген балалар дүниеге келді, көп нәрселер өзгерді. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқандай, біз Алладан салихалы ғұмыр сұраймыз. Алла баршамыз өмірімізді ұзақ етсін иншалла. Бұл уақыт өткен сайын өмірде тірі болып жүріп, жақсы амал істеп қалу, ол жақсы сипат деп пайғамбарымыз осындай айтқан хадистері бар. Құрметті бауырлар, осы жер әлемінде 7 миллиардқа жуық адам бар екен. Адам. Бірақ солардың ішінде Алла субханала тағала біздер мен сіздерді мұсылман өзінің сүйген құлдарынан етті. Сол мұсылмандардың өзі бауырлар екіге бөлінеді екен. Мұсылмандар екіге бөлінеді. Кез келген нәрсенің жақсы жағы болады және оның әлсіз жағы бөлінеді екен. Бүгінгі тақырыбымыз осының аясында ортақ қаласа, бауырлар, біз әлсіз жағында емес, бәлкім пайғамбарымыз айтқандай күшті жағына өтуге әрекет етейік бауырлар. Әрекет етеміз, Алладан сұраймыз, иншалла Алла тауфиқ берсе бәрі болады. Имам Бухарида келетін, Абу Хурайрадан жететін сахих риуаятта жеткен хадис, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Al-Muslim qawi khayr wa ahabba ila Allah min al-muslim da'if. Күшті мұсылман ол хайырлы, ол берекелі адам болады, және ол Аллаға сүйіктірек әлсіз мұсылманға қарағанда деген хадистің аянда тоқталғым келіп тұр. Бұл екі ауыз сөз болғанымен, бірақ құрметті бауырлар, осы мұсылмандар екіге бөліп тастады. Демек осы жерде пайғамбарымыз не айтты? Күшті мұсылман бар екен және әлсіз мұсылман бар екен. Күшті мұсылман хайыр ва ахаббу илаллах деді. Күшті мұсылманнан екі сипатын көріп тұрмыз бұл жерде. Үш сипат деп айта аламыз. Әрі мұсылман екен, және ол хайырлы екен, және Аллаға сүйікті деді. Кімге қарағанда? Әлсіз мұсылманға. Осы хадистің түсініктемесінде, комментарийінде ғұламалар айтады, бұл ізгі амалда күшті болу керек. Күнәда емес. Істелінен деп айтқан амал бірінші жақсы амал болу керек екен. Мысалы бір нәрсе егер күнә болатын болса, күнәда біреу жақсы күнәні тез істеп тастаса, ол хайыр, ол жақсы болып жатқан жоқ. Бәлкім қандай амалда дейді? Ізгі амалда. Жақсы ізгі амалда мұсылмандар осындай екіге бөлінді. Соның ішінде бауырлар күшті, хайырлы мұсылман болсақ, Аллаға сүйікті болады екенбіз, және басқа мұсылмандарға үлгі болады екенбіз осы хадисте. Осы екі ауыз сөзден ғұламалар көптеген байлық шығарып берді. Енді күшті деп кімді айтамыз? Біз күшті деп көбінесе, дене бітімін айтады екенбіз, көбінесе. Ой, спортсмен, күші көп, борец, боксер, байқа көріп содан. Ол мықты ол. Жоқ, ол да бар. Ретімен кетейік, бірінші күшті деп айтқан бұл жерде имандылық жағынан дейді. Имандылығы күшті болған мұсылман адам, яғни тақуалығы, сол адам хайыр екен, және Аллаға сүйікті екен кімге қарағанда? Имандылығы әлсіз болған мұсылманға қарағанда. Бауырлар, имандылық деп атқан бұл Алла субханала тағаланы таныған, білген, сол Алла тағаланың түзген жолымен жүрген адамды тақуа деп айтамыз. Алланы тану неше жолмен болады? Алланы қалай танимыз? Сипаттар 99. Бәрекелді. Есім сипаттармен ғана. Алланы тану екі жолмен болады. Есім сипаттармен ғана танисыз. Ал біз бір-бірімізде екі нәрсе жеткіліксіз. Қазір мына кісіні танысу үшін көп нәрсе сұрақ қоямын. Қай жерденсің? Қай жерде оқығансың? Кімнің баласысың? Қай рудың баласысың? Көп сұрақ қою арқылы оны танымауым да мүмкін.
Бірақ Алла Тағала ондай көп сұрақ қойылмайды. Алланы тану екі жолмен болады. Есім сипаттарымен. Алланың есімі нешеу? 99 көркем есім бар. Алла Тағаланың есімдері ол мейірімді, ол рахымды, ол кешірімді, ол тәубаны қабыл етуші, ол ризық беруші деп кете береді осылай. Ғұламалар айтады, Алла Тағаланың есімі 99 ғана емес. Хадисте келгенде біздің санамыз көтеретін 99 ғана есім айтылды. 99-дан кейінгі есімдерді айтылса, оны біз бәрі түсінбейміз дейді. Біз түсінбейміз оны. Қалай десе, себебі Құранда мынандай аят бар. Алла Тағала айтады, қараңғылықты да жарықты да жараттым дейді Құранда. Біздің ақылымыз бойынша осы біз көріп тұрған әлем не жарық болып тұру керек, немесе қараңғылық. Екеуі де жоқ дейді. Қандай еді сонда? Біздің ақылымыз көтермейді ол жағын. Біздің ақылымыз бойынша не қараңғы болып тұру керек, не жарық болып тұру керек. Бір нәрсе қимылдап тұру керек, немесе тоқтап тұру керек. Екеуі де жоқ дейді. Міне 99-дан кейінгі Алланың есімдері айтылса да осындай түсінбей бәрі біздің неміз қабылдамайды. Сол үшін ол нәрсе айтылмады дейді. Бірақ Алланың есімінің несі жоқ дейді? Шегі жоқ. Екіншісі Алланың сипаттары арқылы. Зати субути біздің осы Матуриди ақидасында имам Ашари мен Матуридидің арасында ихтилаф лафзи, сыртқы көрінісінде ғана бір ихтилаф келіспейтін секілді көрінгенімен лә мағнауи, мағына жағынан емес. Мысалға біреу мына ыдыс деп қолданса, біреу стакан деп қолданды, термин. Екеуінің де мақсаты бір. Екеуі ішіне оймақ, ішіне су құятын, екеуі бір термин. Имам Матуридиде 14 сипат, имам Ашариде 13 сипат, 13. Себебі біздегі такуин сипаты Ашариларда ол аль-Қудраны шегіп кетеді. Екеуі бір нәрсе. Демек, бауырлар, осы есім сипаттары ғана Алланы таниды екенбіз. Міне, Алланың есім сипаттарын білген мұсылман ол хайыр деп жатыр. Ол хайыр екен. Және ол Аллаға ең сүйікті сол дейді. Кімге қарағанда? Алланың есім сипаттарын дұрыс түсінбеген мұсылманға қарағанда. Ол әлсіз ол. Неге? Әлсіздігі сол Алланың есім сипаттарын дұрыс түсінбеген. Дұрыс түсінбегендіктен Алланы танымайды. Алла Субхана ва Тағалаға лайықты емес сөздерді айтып қояды. Қазіргі таңда жаңа ғана бір кездесулер болды. Жаңа қорытындылап, мүмкін бұл әлі жас балалар, колледждің балалары ғой деп, асты түрті үстінен ақырындап өтіп жатсақ, кәдімгі бір бауырымыз сұрақ қойып жатыр. Құдай аспанда деген мәселе бар. Құдай аспанда деген. Қазақта да сөз бар емес па бізде? Көкте Құдай деген. Сол деп кәдімгі мәселе көтеріп жатыр. Жас бала. Сол Құдай аспанда деген адам ол әлсіз мұсылман деп жатыр. Кімге қарағанда? Алланы Құдайды аспанда емес дегенге қарағанда анау әлсіз болады. Неге? Себебі мынау мұсылман күшті болып тұр. Неге? Алланың сипаттарының ішінде Құдай аспанда деген сипат жоқ Алланың. Алла Субхана ва Тағаланың 14 сипатын айтып шықты. Ол жерде Алланың өзіне лайықты сипаттар ғана айтылды. Ал мына әлсіз адамды қарасақ, Аллаға қатысты емес, мүлдем лайық емес сөздер айтып тастады олар. Пайғамбар соны айтты дейді ғұламалар. Демек, бұл адам, мынау мұсылман, Алланың есім сипаттарын жақсы түсінген адам, түсінбеген мұсылманға қарағанда мынау хайыр деді, және Аллаға сүйікті мынау деді. Бауырлар, Алланың есім сипаттарын оны түсінгеннен кейін, оны жүрегімізге жат қылып, болды. Алла Субхана ва Тағалаға басқа сұрақтар қойылмайды. Мен ойлаймын, ол мәселе кісіде көп айтылды ол мәселе. Алланы аспанда ма, жерде ма, ондай мәселе көтерілмейді. Қалай ойлайсыз, Алла қай жақта? Алла мекенсіз дұрыс. Алланың несі жоқ? Мекені жоқ. Себебі сол мекен, аспан, жер жоқ кезде Алла бар ма еді, жоқ па еді? Бар еді ғой. Алланың сипаттары өзгермейді. Мысалы, біз бір сипаттан екінші сипатқа өзгереміз. Кеше ғана олимпийский чемпион емес жүрген бауырларымыз олимпиадаға чемпион болып келді, онда сипат бердік оларға. Бұл олимпийский чемпион дедік. Алла Тағаланың сипаттары олай өзгеріске ұшырамайды. Уақыт өтуімен, бір нәрсе дамуымен ондайға болмайды. Алланың сипаттары өзімен бірге әзәли бастауынсыз бар, әбәди өзімен бірге аяқтауы болады. Және өзгеріске ұшырамайды. Алладан басқаның бәрі өзгереді, Алла өзгермейді. Демек, бауырлар, осы көріп тұрған аспанымызды қарайтын болсақ, не болды? Бұл аспанды жаратылған біз аятта көріп тұрмыз. Құран кәрімде Алла 6 күнде жараттым дейді, аспан мен жерді. Және осы аспан мен жердің бітетінде сәтін біз аятта көріп тұрмыз.
Жер жарылған сәтте, аспан жарылып, жұлдыздар аққан сәтте деген аятты қарасаңыз, мына біздің көріп тұрған мына аспан жарамай қалған кезі ол кезде. Бітті. Бұның соңғы кезеңі сонымен аяқталады. Бірақ Алла Тағала бар болып тұра береді. Алидің сөзі бар. Кән Аллаху ла макан. Ешқандай мекен орын жоқ кезде Алла бар еді. Алла бар еді. Уаху алан, бір риуаятта уаху алияум, бір риуаятта қазір, бір риуаятында бүгінде. Алла қайда деп сұрасаңыздар, аля макан алей. Алдын қандай бар болған болса, қазір де Алла сондай бар болып тұр дейді. Бұл кімнің сөзі? Алидің сөзі. Али ибн Аби Талиб разияллаху анху. Бауырлар, міне пайғамбардың ақидасы осындай болған. Құранда бір аят жоқ, бір хадис жоқ. Алланы зерттеңдер, оны зерделеңдер, іздеңдер, табыңдар, Алла қай жақта. Ертең ақиретте онда сұрақ қойылмайды. Демек, Алла Тағалаға өзіне қатысты сипатты біз бекітеміз, Алланың өзіне айтпаған мәселені біз бекітпейміз. Біздің ахлу сүнна вал жамағат, яғни Расулуллахның ақидасы бойынша біздер бірінші Алла Тағаланы танзих қыламыз, кейін исбат қыламыз. Танзих дегенде Алланы пәктейміз. Субханалла деп жаңа тәсбих тарттық қой. Мағынасы Алла кемшіліктен пәксіз деп 33 мәрте Алланы пәктедік. Одан кейін альхамдулилля, сол пәк болған Аллаға мақтау болсын дедік. Одан кейін сол пәк болған мақталынған Алла ұлы ғой ол деп Аллах акбар деп Алланы ұлықтадық. Біздің ақидамыз Алла Тағаланы бірінші танзих қылуға бекітілген. Танзих, Алланы пәктегеннен кейін исбат қыламыз. Исбат деген Алланың өзіне лайықты сипатын бекітеміз. Алла Тағала Құран кәрімде, хадисте келгенде сипаттарын ғана бекітеміз. Алланың айтпаған сипаттарын істемейміз, бекітпейміз. Ал айлсыз мұсылмандар, Алла Тағаланың есім сипаттарын дұрыс түсінбеген, бұл пайғамбардың жолында түсінбеген адамдар Аллаға лайық емес сөздер айтып жатыр. Не нәрсе? Мысалға, Ибн Таймия рахмахулла өзінің кітабында айтады, Алланың худуды бар дейді. Хад деген Алланың шегі бар деп есептейді. Алланың. Енді сол Ибн Таймияның рахмахуллахтың жолын жалғастырған кейінгі шәкірттері кімде-кім Алланың шегі бар деп айтпайтын болса дейді, ол адам тәубасына келмейтін болса дейді, ол адамды кебіндеп, жуындырып, жаназасын шығармаймыз дейді. Ол адамды мусорға лақтыра салыңдар дейді. Не үшін десе, ол адам Алла Тағаланың сипатын айтпаған үшін дейді. Олар айтады, Алланың шегі, худуд деген, хад деген шегі жоқ қой Алланың. Олар айтады, мына әлсіз мұсылмандар, Алланың жанында сондай хадисте келді емес па дейді. Мына жақта күшті мұсылмандар айтады, Алла деген сөздің жанында идафа, бірге қосылып келгеннің бәрі Алланың сипаты емес. Мысалы, Байтулла дейді. Алланың үйі, Мекке, Байтулла. Алланың үйі деген сипаты жоқ. Құранда нақатулла деп келеді. Тіке аударсақ, Алланың түйесі. Алланың түйесі деген сипаты жоқ. Бір ауыздан келіскен Алла деген есімнің жанына келген әрбір сөз қосылып келген. Оның бәрі не бола алмайды екен? Алланың сипаты емес ол. Алланың сипаты бола алмайды. Бірақ ол бауырларымыз не айтып жатыр? Мына әлсіз мұсылмандар мына жерде тұрған. Бұлар Аллах Тағаланы дұрыс танымай жатыр. Дұрыс танымағандықтан бұлар әлсіз болып жатыр мына жерде. Ал Алланың есім сипатын таныған мұсылмандар, пайғамбар ол хайыр болар деді. Хайыр олар. Және олар Аллаға ең сүйікті осылар деді. Бұларға қарағанда. Қай жағынан екен? Алланы танып, тақуалық жолда ұстаған адамдар.